أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Құрметті біздің марафонымыздың қатысушылары, бүгін біз сондай Алла тағаланың ең көркем есімдерінің бірі және жұп есімдерін қамтитын боламыз. Ол Ар-Рахман және Ар-Рахим есімдері. Баршамыз білетініміздей, Алла тағаланың түсірген кітабы Құран-ы Кәрімді біз осы есімдермен бастаймыз. Бұл қандай мағына береді дейтін болсақ, Ар-Рахман, Ар-Рахим деген екі есімі де Алла тағаланың мейірімділігін, құлдарына деген сүйіспеншілігін, құлдарының кез келген жаратылысына, ол тірі болсын, ол жансыз болсын, ол жанды болсын, ол мұсылман болсын, мұсылман емес болсын, осы Ар-Рахман есімі арқылы Алла тағала әрбір өзінің жаратылысына өзінің мейірімін төгеді екен. Яғни бұдан біздің көретініміз, егер де Алла тағаланың осы есімін біз танитын болсақ, осы есімін білетін болсақ, осы есіміне сай амал ететін болсақ, онда біздің Алла тағалаға ғашық болмауымыз мүмкін емес екен. Себебі тіпті біздің ата-анамыздың өзі Алла тағала секілді мейірімді бола алмайды екен. Біздің ата-анамыздың болуы, әрбір осы дүниедегі әрбір сәтімізде ол Алла тағаланың мейірімін көрсетеді екен. Алла тағала тіпті осы Ар-Рахман сөзі рахма деген, яғни түбірі ра-ха-мим сөзінен шыққан. Алла тағала әйел адамның жатырын осылай рахм деп атайды екен. Мысалы, әйел адам жүкті болған кезде, елестетіп көріңіздер, сәл іші бастаған кезде, әйел адам өзінен бұрын ішіндегі бала үшін барлық нәрсені жасайды. Мысалы, бір нәрсені жеуге болмайтын болса, ол балаға зиян болғандықтан жемейді. Бір нәрсені жеу керек болса, балаға пайдалы болғандықтан жейді. Өзінен бұрын көбіне жатырындағы баланы ойлайды. Тіпті мысалы, бір нәрсеге соқтығып қалатын болса, құлап қалатын болса да, ең бірінші жатырындағы баланы қорғауға тырысады. Неге? Осы рахым деген нәрсені Алла тағала сол әйелдің мысалына келтіріп қойған. Яғни, әйел адам ішіндегі баласын өзінен бұрын қорғайтыннан, қамқорлық көрсететіндігінен біз енді Алла тағала әрине ол мысалдан жоғары, бірақ осы мысалдан көруімізге болады екен. Яғни жүкті әйел баласын қалай қорғайтын болса, сол баласы үшін өлуге дайын болса, мысалы кейбір әйелдерді білеміз, мен қалай да болса осы баланы туым керек деген бір ұранмен босанып жатады. Алла тағаланың Ар-Рахман деген есімі осы қамқорлықты, осы мейірімділікті, осы жанашуды көрсетеді екен. Яғни Алла тағала өзінің әрбір құлына жанашитын болғандықтан оған көретін көз берді, оған еститін құлақ берді, оған соғатын жүрек берді. Сонымен қатар сол құлының Алла тағала тозаққа түсіп кетуін қаламайды екен. Тіпті қараңыздар, кейде біз енді анамен мысал келтірейік, өйткені ең рахымды бұл дүниеде біздің білуімізше ол ана баласына болған мейірімі. Сонда анасының баласына деген мейірімінен біз нені көреміз? Кейде ана ұрсады, кейде ана құшақтайды, кейде ана жылайды, яғни баласына мейірімділік көрсетіп. Сол баласы тойсын деп бәрін жасайды. Сол баласына орыс тілінде айтқанда комфортна болсын деп осы өмірде не істейді? Сол үшін жан пиды. Түнімен жұмыс істейді мысалы. Қараңыздар. Бірақ кейін сол баласы оны тастап кетіп жатса да, бала не істемейді? Анасы не істемейді? Ол баланы жек көріп кетпейді. Ана баласын ұрып жатқан кезде де ол жаман болсын деп ұрмайды. Бұл жай өзіміз секілді қарапайым адамның баласына көрсеткен мейірімі, рахымы. Ал Алла тағаланың мейірімі одан да үлкен, одан да зор екен. Қараңыздар, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам
бір соғыстан кейін сахабалармен бірге тұтқындарға қарап тұрады. Сол тұтқындардың ішінде бір әйел өзінің емшектегі көкірек еметін баласын іздеп жүреді екен. Содан не істейді? Ана баланы көреді, жаңа құшақтайды, ол емес болып шығады. Нағау болады, құшақтайды, ол емес болады. Сөйтіп іздеп жүргендігіне пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен бірге қарап тұрған кезде жаңағы әйел өзінің баласын табады. Баласын да табады да көкірегін ашып жіберіп, емізіп, бірден құшақтап, жаңағы баланы жылайды екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы көрініске сахабалармен бірге қарап тұрып, ана туралы не айтасыздар деген кезде, ол өзінің баласын жаңағыдай өте жақсы көреді. Ол баласын сондай іздеді, енді қуанып жатыр дегенде осындай әңгімелерді айтады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: ал сол ана дейді. Сол ана өзінің баласын, жаңа зорға тапқан баласын тозақ отына тастап жіберуі мүмкін бе дейді. Сол кезде сахабалар: жоқ, я Алланың елшісі, қалайша ол өзінің баласын отқа тастауы мүмкін? Яғни отқа тастауы мүмкін бе дегенде, жоқ, ол өртеуі мүмкін емес өзінің баласын. Ол сонша іздеді оны, сонша сағынды, соншама жылады сол бала үшін деген кезде, онда Алла тағаланың мейірімі ол әйелдің мейірімінен асып түседі деген екен. Яғни Алла тағала құлдарына ана баласынан гөрі мейірімді екен. Ана баласына қалай қамқорлық көрсетсе, Алла тағала құлдарына одан да зор қамқорлық көрсетеді екен. Осыдан-ақ біз Алла тағаланың әрбір құлына деген, мейлі ол қателік жасаса да, мейлі ол кейде намазға тұрмай қойса да, мейлі ол күнә жасап жатса да, Алла тағала не істейді екен? Өзінің рахымын, яғни мейірімін құлдарына көрсетуді доғармайды екен. Және әрбір сүренің басында Алла тағала бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастауы дейді. Ол құлдарын өзіне қарай шақыруы дейді. Яғни мысалы кейде біз күнәһар болсақ, күнә жасап қойсақ, кейде біз намазымызға қаза болып қалсақ, біз тіпті өз-өзімізді кешіре алмай, өз-өзімізді қабылдай алмай жатамыз. Бірақ Алла тағала не дейді? Сен қандай күнә жасап қойсаң да, сен қандай нәрсе жасап қойсаң да, мейлі сен бір жол ашуланып қойған шығарсың, адам өлтіріп қойған шығарсың, мейлі зина жасап қойған шығарсың, бірақ мен рахман, мен рахиммын, маған қарай келші деп шақырумен болады дейді. Мысалы, мынандай бір оқиғаны елестетейікші. Анасы баласын ұрысқан кезде немесе ұрған кезде бала қашып кетеді, анадан. Сөйтеді де, ол не істейді? Анасы: кел, жарайды, ұрмайым, кел, жарайды, ұрыспайым деп баласын шақырады. Тура сол секілді Алла тағала да құлдарына, мейлі сен күнә жасап қойған боларсың, мейлі сен біреуді жаңағыдай ренжітіп қойған боларсың, бірақ мен бәрібір де саған рахымдымын. Яғни бәрібір мен сенің қамқоршыңмын, бәрібір мен сенің көмекшіңмін, бәрібір мен сенің жанашырыңмын, келе қойшы, келші деп Алла тағала әрдайым бізді осы өзінің әр-рахман, әр-рахим есіммен бізді әрдайым өзіне қарай шақыруда екен. Бұл нәрседен біз көп нәрсені байқауымызға болады. Себебі егер де Алла тағаланың осы сипаты болмағанда, онда біз әрбір күнә жасаған сайын Алла тағала бізді жазалап жіберетін еді. Біз әрбір күнә жасап, қателік жасаған сайын Алла тағала бізді жойып жіберсе шамасы келетін еді. Бірақ Алла тағала не дейді? Шын мәнінде менің рахмым ашуымнан асып түседі дейді. Яғни Алланың рахмы ол қай кезге дейін жалғасады? Әрбір құлына ол қияметке дейін жалғасады екен да. Яғни сіз осы дүниеде қанша күнә жасасаңыз да Алла сізді шақырады. Егер де дейді Алла тағаланың сол рахмы болмаған кезде, онда біз әрбір күнә жасаған сайын тамақсыз қалар едік, сусыз қалар едік, Алла тағаланың ашуына ұшырап кететін едік. Тіпті аналарымыздың өзіне біз бір қателік жасап қойсақ, не істейміз? Ашуына ұшырап кетеміз. Сондай жақсы көреді баласын, сондай 9 ай бойы оны көтеруге дайын болған ананың өзі баласына ашуланып қояды. Бірақ Алла тағала сондай рахымды, ол
не істейді екен? Әрдайым біздің тәубемізді күтуде, әрдайым бізді өзіне шақыруда. Сол Рахман есімімен Алла Тағала осы дүниедегі күнәһарлардың өзін, кәпірлердің өзін тіпті не істеуде? Ризықтандыруда. Яғни Алла Тағала тек қана бұл есімін атап қана қоймай, әрбір сүренің басында, сонымен қатар Алла Тағала Ар-Рахман деген Құранда сүрені түсіреді. Сол жерде Алла Тағала не дейді? Ар-Рахман алламал Құран. Тіпті бізге адам баласына осы Құранды түсіруінің өзі, тіпті Алла Тағаланың осы Құранды біздің адасып кетпеуіміз үшін түсіруінің өзі, бұл Алланың осы Ар-Рахман сипатымен екендігін көрсетеді. Сонымен қатар ғалымдар сол сүрені түсіндірген кезде Алла Тағала қайта нығметтерді есіне алып, қай нығметін сендер Раббыларыңның өтірікке шығарасыңдар деп сұраумен болады дейді. Не үшін? Өзінің рахымын, мейірімін естеріне құлдарының салу үшін. Біз көбіне осыны ұмытып кетеміз. Біз тіпті өзімізді кешіре алмай жүретін кездеріміз болады. Бірақ біз әрдайым сенімімізде, иманымызда Алланың Ар-Рахман екендігін ұмытпауымыз керек екен. Тіпті бала тәрбиесінде де біз осы есіммен істеуіміз керек екен, балаларымызға қарым-қатынас жасауымыз керек екен. Тіпті Алла Тағала басқаларды рахымға бөлейім деп тұрған кезде, онда біз қалайша өзіміздің балаларымызды, туған туыстарымызды, бауырларымызды өзіміздің мейірімімізге бөлемеуімізге болады екен. Бұл Рахман есімін әсіресе бізге ұстаздарымыз айтатын, жүкті әйелдер, жалпы әйел кісілер болсын, кез келген адам көп оқу керек деп, немесе Ар-Рахман есімін көп айту керек. Неге деген кезде, өйткені осы есімі арқылы біз Алла Тағаладан: Я Раббым, мені де айналамдағыларға мейірімді ете көрші, мені мейірімге бөле, және мені де айналамдағыларға айналамдағыларды мейірімге бөлейтіндердің қатарынан қыла көрші деп дұға етуіміз қажет екен. Себебі бұл мейірімсіз, бұл Алла Тағаланың рахымынсыз біз бұл дүниеде өмір сүруіміз мүмкін емес екен. Сонымен қатар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Алла Тағала мейірімін 100 бөлікке бөлді дейді. Соның бір бөлігін ғана осы дүниеге түсірді дейді. Ойлаңызшы, мынау әлемдегі ананың баласына деген мейірімі, құстың балапанына деген, сиырдың бұзауына деген, енді білмеймін, әрбір қандай біз айналамызда мейірімділік көре аламыз, сол тек Алла Тағаланың 1% ғана қамтиды екен. Осы жердегі, осы жер бетіндегі бүкіл мейірімі Алланың 1% ғана қамтиды екен. Ал 99% мейірімін Алла Тағала қиямет күні өзінің құлдарына көрсетеді екен. Құлдарының тозаққа түсіп кетпесі үшін барлық жағдайды жасап қояды екен. Ар-Рахим есіміне келетін болсақ, ғалымдар не дейді? Ол тек мүміндерге ғана көрсетілетін мейірім дейді. Және ол қиямет күні көрсетілетін мейірім екен. Алла Тағаланың қиямет күнгі мейірімін мына хадистен көруге болады. Қиямет күні бір адам алып келінеді есепке дейді. Сонда оның тозақтық екені білінеді дейді. Сонда ол адам жаңа тозаққа періштелер сүйреп бара жатқан кезде артына жалтақтап қарай береді дейді. Сол кезде Алла Тағала одан сұрайды екен: неге сен артыңа қарай бересің деп. Білсе де Алла Тағала сұрайды да. Сонда жаңа құл айтады екен: мен сені осы дүниеде мейірімді деп естіп едім. Я Раббым, қалайша сен мен тозаққа тастап жіберуің мүмкін? Мен сені осы дүниеде мейірімді деп таныған едім ғой деп, сол мейірімнен бір үлес алып қалар ма екем деп үміттеніп қарай берем деген кезде Алла Тағала оның осы Алла Тағаланың мейірімді сипатына, мейірімді есіміне сенгендігі үшін күнәларының барлығын кешіріп, тозақтан азат етіп, жәннатқа кіргізіп жібереді екен. Қараңыздар, Алланың мейірімі, сен сәл ғана, кішкене ғана Аллаға жақындасаң, Алла Тағала саған мейірімін төгіп бере береді екен. Сондықтан бұл қиямет күні көрсетілетін мейірімін біз тілмен айтып жеткізуіміз мүмкін емес. Пайғамбарымыз бірде саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен отырған кезде: сендер ешқайсың Алланың мейірімінсіз жәннатқа кіре алмайсыңдар деді.
Сонда сахабалар сұрады: "Я Алланың елшісі, тіпті сен де ме?" деп. Сонда "Я" дейді. Тіпті мен де Алланың мейірімінсіз, Алланың ар-рахим есімі, Алланың ар-рахим сипатынсыз жәннатқа кіре алмаймын деген екен. Қараңыздар, сондай түндерін намазбен өткізген, күндерін оразамен өткізген, үмметім деп жылап өткен пайғамбардың өзі саллаллаху алейхи уассалам ар-рахим есімінсіз Алланың жәннатқа кіре алмаса, онда біз мүлдем кіре алмай қалады екенбіз. Сондықтан біз осы Алла Тағаланың ар-рахман, ар-рахим есімдеріне иман келтіру арқылы біз өзгелерге мейірімді болуды үйренеді екенбіз. Сонымен қатар біз қиямет күнгі кешірімнен де үміттенуге, қиямет күнгі Алланың мейірімнен де үміттенуімізге мүмкіндік береді екен. Осы нәрсені ұмытпайықшы қыздар. Біз кейде мысалы көп сұрақ қойып жатады: балаларыма қалай ұрыспасам болады, немесе айналамдағылар мен қаттымын деген секілді. Осындай кезде біз білуіміз керек не нәрсені? Осы Алла Тағаланың я рахман, мені де айналамдағыларға рахымды ете көрші. Я рахим, сен мейірімдісің ғой. Раббым, мені де айналамдағыларға мейірімді ете көрші, мінезімді жұмсақ ете көрші деп біз осы есімдері арқылы Алла Тағаладан дұға етсек болады екен. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі намазда Аллахумма архамни, Раббым мені мейіріміңе бөлей көр деп дұға ететін болған. Тіпті Алланың мейірімі көрсетілген нәрселердің өзімен дұға ететін болған. Мысалы, Аллахумма архамна бил Құран, Раббым мені Құранның арқылы мейіріміңе бөлей көрші деп дұға ететін болған екен. Сондықтан біз де осы дұғаларды үйренуіміз керек. Сонымен қатар біз осы әрбір Алланың есімін ұмытпауымыз керек екен. Себебі Алланы таныған сайын оған ғашық болмау мүмкін емес екен. Біз барынша бұл есімдерді үйренудегі мақсатымыз тек дұға етуді үйрену емес. Біз Алла Тағаланы танып, оған одан сайын жүрегіміздегі махаббатты арттыру екен. Сондықтан біз Алла Тағаладан Алланың махаббатын сұрауымыз керек екен. Алланың сіз Алланы жақсы көруіңіз ол шүкір бар болса, бірақ Алла сізді жақсы көретін құлға айналсаңыз, онда бұл дүниедегі ең үлкен сый болып табылмақ. Себебі өздеріңіз білетіндей жұмысшылардың барлығы басшыны тануы мүмкін, бірақ жұмысшылардың барлығы басшыны мейірімді деп тануы мүмкін, бірақ ол мейірімге бәрі ілінбейді ғой. Бәрі ілінбейді, кейбір қызметшілер ғана, сондай көзге түскен, сондай сол мейірімге ұмтылған қызметшілер ғана басшының мейіріміне ілігіп қалады. Тура сол секілді біз де бәріміз Алла Тағаланы тануымыз мүмкін, Алланың мейірімінен үміт етуіміз мүмкін, қиямет күнгі, бірақ бәрі ол мейірімге ілікпейді екен. Қиямет күнгі мейіріміне, өйткені кәпірлерге қиямет күні мейірім көрсетілмейді. Тек осы дүниеде ғана мейірім көрсетіледі. Сонымен қатар біз бұл есімдерді білу арқылы ақидамызды, сенімімізді дұрыстайды екенбіз. Айналамыздағы әрбір көріп жатқан сізді қуантатын нәрсенің Алланың мейіріммен екендігін біз ұмытпауымыз қажет екен. Алла баршамыздың көкіректерімізді ашып, өзіне деген махаббатқа толтырып, өзімізді де мейірімге толтырып, айналамызға мейірімді болуды нәсіп етсін.